Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге құлпынайдың пайдасы мен зияны жөнінде айтатын боламыз. Әркімнің сүйіктісіне айналған құлпынай әдетте Викторияда қолданылады. Шырынды, жарқын және өте дәмді жидек. Ол өзінің патша атауын толықтай ақтайды. Құлпынайдың адам ағзасына тигізетін пайдасы мен зияны көп жағдайда оның қасиеттерімен анықталады. Бұл керемет қолдануға мүмкіндік береді. Жидек десерт ретінде ғана емес, сонымен қатар дәрілік және косметикалық мақсаттарда да қолданылады. Құлпынай керемет дәмнен басқа көптеген емді қасиеттерге ие. Қазіргі диетологтар бұл жидек сұлулығын метаболизмді реттей алатындығымен құрметтейді. Ал заманауи аспаздық мамандар оның таңғажайып дәмі реңктерін жаңа тағамдар мен десерттерге айналдырады. Егер әдемі жидекті ашқандар оның дәмін тартса, онда біздің замандастарымыз да пайдасына назар аударады. Осыған байланысты өнімнің құрамы маңызды рөл атқарады. 100 грамм құлпынайдың құрамында 85 грамм су бар екеніне қарамастан, қалған құрам жай таңғаларлық және қоректік заттардың мөлшерін қуантады. Құлпынай құрамында ақуыздар, көмірсулар, майлар, су және диеталық талшықтар бар. Бақылау элементтері: К, кальций, магний, натрий, сонымен қатар ол әртүрлі амин қышқылдарына бай. Оның химиялық құрамы дәрумендерге бай: тиамин, холин, рибофлавин, лютеин, бета-каротин, пантотен қышқылы, перидоксин, аскорбин қышқылы, фолаттар, токоферол, бетаин. Барлық осы артықшылықтардан басқа құлпынай төмен калориялы құрамымен тартымды. 100 грамм дәмді хош иісті жемістерде кал тек 36,9-ді құрайды. Құлпынайдың пайдалы және емдік қасиеттері. Құлпынайдың негізгі артықшылықтары олардың бай минералды құрамы және әрине олардың құрамындағы дәрумендер. Оны қолдану пайдалы дәрумендер мен минералды тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі және ағзаның иммундық қызметін жақсартады. Құрамы бойынша бұл жидек жүрек тамыр жүйесін нығайтады. Қан тамырларының қабырғаларын серпімді етеді. Иммундық жүйені нығайтады. Дененің аурулардан кейін қалпына келуіне көмектеседі. Метаболизмді жеделдетеді. Ағзаны токсиндер мен токсиндерден тазартады. Асқазан ішек жолын жақсартады. Іш қатуын жояды. Анемиядан арылуға көмектеседі. Қабынуға қарсы және дезинфекциялық қасиеттері бар. Диуретикалық әсер етеді. Қан қысымын ақырын төмендетеді. Гипертония мен жағдайды жеңілдетеді. Көзді көру қабілетін жақсартады. Көздерді аурулардан қорғайды. Тоқтап қалған өт шығаруға көмектеседі. Афродизиактың күшті қасиеттеріне ие. Жыныстық құмарлықты күшейтеді. Антиоксидантты қасиеттерге байланысты қартаю процесін баяулатады. Бала тағамында құлпынай қолдану денені пайдалы заттармен қоректендіреді және кез келген инфекцияларға қарсы тұруға көмектеседі. Бірақ сіз оны нәрестелерге 7 айдан ерте емес және қатаң бақылауда бере аласыз. Өйткені құлпынай аллергенді болуы мүмкін. Құлпынайдың зияндылығы. Құлпынай денеге зиян тигізбейді. Бірақ егер сіз бірден жидектерді көп жесеңіз, аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.